Ал қадірлі көпшілік қауым, қадірлі мына жандар әулеттері, мынау келіп жатқан келіндеріңіз құтты болсын. Алыстан арбалап келіндеріңізді бір апта жүріп алып келдік. Мынау асқан босағадан аттаған қадамы, табандықтан аттаған қадамы босағаларыңызға бақыт, ырыс, дәулет, құт береке алып келсін. Сіздердің мынау сәбиттің қара шаңырағын тұтқасын ұстайтын ордасы, мынау құрған отауы орда болып, ағайын үзілмейтін шаңыраққа айналсын. Кеше ол жаққа барғанша қонақ үй алады, барғаннан кейін үй иесі алады деген. Оның үстіне менің ұруым екен. Мен қазір 300-дің басын қосып отырмыз. Сол менің ұруымнан шыққаннан кейін әлде қандай болады деп барып ек, жоқ. Жақсы адамдар екен. Елге қадірлі, отбасына қамқор, ағайынына мейірімді, жора жолдастарына адал. Құданы көрдім. Мейірімді, ағар бұлақ анасын көрдім. Құлашын көкке жайылған кең ағайын туыстарын көрдім. Ырза болдым. 3 күн құрметтеп, әспеттеп, қадірлеп, бізді барған кісілердің барлығын сыйлады. Рахмет. Ендігі мынау айта сөз. Келініміздің қадамына құт бітсін, сіздерге құтты келін болсын. Сәулеге, өздеріңізге қуанғанда қанат болсын, күйзелгенде қуат болсын, дені сау болсын, өмірі ұзақ болсын. Осы отырған жердегі абысындардың жолын қуатын жақсы азаматша келін болсын.